Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Өлілердің есту мәселесі, самаал маута, ол сахабалардың кезінде ихтилафты мәселе болған. Кейбір сахабалар, Абдуллах ибн Умар сынды сахабалар оны жоққа шығарса, Айша анамыз радиаллаху таала анха оны бекітіп қабылдаған. Тағы бұл мәселе ғұламалардың арасында да ихтилафты мәселе болған. Мысалы, имам Бухари сынды сол сияқты үлкен ғұламалар оны жоққа шығарған. Яғни өлілер естімейді деп фатуа берген. Біздің Ахнаф ғұламалардан да Камалуддин ибн Хумам Фатул Гадирде самаал маутаны жоққа шығарып, өлілер естімейді деп фатуа берген. Бірақ екінші жақ ғұламаларда бар, өлілер естиді деген ғұламаларда бар. Енді солардың өзі екіге бөлінеді. Кейбір ғұламалар оны бел жүмле естиді, яғни кез келген дауыста, кез келген жерден естиді деп фатуа берсе, кейбір ғұламалар оны шектеп қойып, фил жүмле естиді деп фатуа берген. Құран аятта Алла Субханаху ва Тағала өлілердің естіртуін жоққа шығарады, инкар қылады. Яғни ешкім өлілерді естірте алмайды дейді. Исмааны жоққа шығарады, бірақ самааны жоққа шығармайды. Иннака ла тусмиул маута. Сіз өлілерді естірте алмайсыңдар дейді. Онда исмааны Алла Субханаху ва Тағала жоққа шығарып, тек қана өзіне хас қылады. Тек Алла Субханаху ва Тағала естірте алады деп. Ғұламалар естиді, өлілер естиді деген ғұламалар осы аятқа, тағы Фатир сүресінің аятына көре «Уәләу сәмиғу мәстәжәбу ләкум». Егер өлілер естісе де, ондай өлілер естиді, бірақ мәстәжәбу ләкум, сізге жауап бере алмайды дейді. Осы аятқа тағы Рум сүресінің «Иннака ла тусмиул маута» деген аятқа көре исманы жоққа шығарып, бірақ саманы бекітеді. Бірақ саманы бекіткенде де ғұламалар оны фил жүмле бекітеді. Жаңа айттық қой, яғни ол естуі фил жүмле барлық мекенде емес, шектеулі мекенде, яғни индал қабр, қабырдың қасында естиді, барлық өлілер емес, кейбір өлілер кейбір дауыстарды естиді. Ол да самаил идрак, самаил шуур емес дейді. Яғни тірі адамның естігені, ойланып, оған жауап бергені сияқты емес дейді. Жаңа мәстәжәбу ләкум деп. Ол естуі ижабатқа жарайтын, жауап беруге жарайтын есту емес дейді. Сондықтан Деубанд ғұлама, тағы Хаққани Ахлу Сунна вал Жамааттың ғұламалары самаал маутаны өлілердің еститінін фил жүмле қылады. Яғни фи баъдил ашхас, фи баъдил хин, фи баъдил макан дейді. Кейбір мекендерде, кейбір дауыстарды кейбір адамдар естиді, кейбір өлілер естиді деп айтады. Кейбір мекен дегенде ол қабырдың қасында дауысты естиді. Онда алыстан үйде отырып, далада отырып, өлілерді шақыра алмаймыз, естімейді. Кез келген өлілер, кез келген адамның дауысын естімейді. Онда кез келген кейбір өлілер, кейбір дауыстарды естиді. Тағы қандай дауыстарды хадисте қандай естиді деген келгенде соларға біз тоқтауымыз керек. Мысалы, өлілерге қабірстанға сәлем дегенде, сол сәлемді дауысын естиді. Өлілерді көміп кеткенде, бара жатқанда көміп, сол аяқ киімінің дауысын естиді. Өлі көмген кезде кәлиманы қайталап тұрың дейді Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Астағфиру ли ахикум фа иннаху ясалул ан. Өлгеннен кейін бауырыңызға кәлиманы айтып тұрың, себебі қазір сұраққа тартылады деп. Онда кәлиманы естиді. Сол бір 3-4 жерде естиді дегенде хадисте, сол жерге біз тоқтауымыз керек деп фатуа берген. Онда өлілердің естуі самаал маута Ахлу Сунна вал Жамаат мойындайды, естиді, бірақ фил жүмле, бил жүмле емес, барлық жерде емес. Қабірдің қасында хадисте келген жерлерге біз тоқтауымыз керек. Хадистерді естиді дейді, сол жерлерде біз тоқтауымыз керек. Онда барлық дауысты қабірдің қасында естіп, отырып, амандасып, жағдайын сұрау дұрыс емес деп айтады. Яғни ол самаил идрак, самаил шуур емес, сенің ойланып, түсініп, жауап беретін есту емес деп фатуа береді. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.